Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? 6 сыныптың қазақ тілі мен әдебиеті сабағын бастаймыз. Болашақтың мамандықтары бөлімі. Сабақтың тақырыбы жер астына саяхат, мамандықтар сыры туралы кітап. Сабақты әзірлеген Әбілқайырова Қарлығаш Әбілқайыровна. Номері 127-ші Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Шиелі ауданы. Бүгінгі сабақта сендер тақырып бойынша ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын үйренесіңдер. Тірек сөздерге сүйеніп, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастырасыңдар. Балалар, жер астына саяхат шығармасының авторы жайлы не білесіңдер? Моншақтар тізбегі әдісі бойынша шашылған сөздерді дұрыс құрастырып, сұраққа жауап берейік. Дұрыс жауапты өз нұсқаларыңмен салыстырыңдар. Ақжан Жақсыбекұлы Машанов, геолог ғалым, тау-кен инженері, геология, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының алғашқы құрылтайшыларының бірі және академияның корреспондент мүшесі, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері. Оның «Жер астына саяхат» атты кітабы көптеген оқырмандардың геолог, тау-кен мамандықтарына деген қызығушылығын оятты. Ой шақыру тапсырмасы. Балалар, бүгінгі тақырып бойынша не білгілерің келеді? Ойланыңдар. Өз жауаптарыңды стикерге жазыңдар. Жарайсыңдар. Сендерді өз ой қиялдарына ерік бере отырып, стикерге өз ойларын жазды деп санаймын. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздермен танысайық. Салыстыр, сравнивай, анықта, определи, шығармашыл, творческий, талдау, анализировать. Жаңа сөздерді бірнеше рет қайталап айтыңдар. Бірінші тапсырма. Балалар, суреттерге мұқият назар аударыңдар. Суретте не бейнеленген? Бүгінгі сабақта не жайлы айтуымыз мүмкін? Сендер дұрыс байқадыңдар. Бүгінгі тақырыбымыз мамандықтар сыры жайлы болмақ. Екінші тапсырма. Мәтінді тыңдап, тақырып қойыңдар. Геологтердің тауды зерттеуін дәрігердің адам қарауымен салыстыруға болады. Дәрігерлер адамның денсаулық күйін білу үшін сыртқы бейнесіне көз жібереді. Одан кейін тамырын ұстайды. Өкпенің демалысын, жүректің соғуын тыңдайды. Кеудесін қағып көреді. Ток жібереді. Қанын алып қарайды. Керек болған жағдайда хирургтер операция жасайды. Геологте алдымен таудың сыртқы құрылысына қарайды. Тастардың бітісіне, жатысына назар аударады. Әр жерін шұқып, тырнап көреді. Динамитпен қопарып, тау кеудесін тыңдайды. Дәрігерлердің қан алғаны сияқты, тау қойнынан белгілер алып, зерттейді. Сонан кейін, керек болған жерде жалаңдаған аспаптармен тауға операция жасайды. Таудың қарнын тесіп, ішін ақтарып, талдайды. Ақыры таудың тіршілігін толық анықтайды. Тәжірибе жүргізеді. Оның қазынасын тауып, халықтың керегіне жұмсайды. Таудың сырын зерттеу өнер.
Оны білу үшін адам білікті, шығармашыл, ақылды, оның тасын да сүйе алатындай мейірімді болуы керек. Оқушылар, мәтінді тыңдай отырып, сендер идеясын түсінді және мазмұнына сәйкес тақырып қойды деп ойлаймын. Үшінші тапсырма. Сөздіктің көмегімен мәтіндегі қою әріппен жазылған сөздерді орыс тіліне аударыңдар. Мәтіннен есімдіктерді теріп жазыңдар. Өз жауаптарыңды дұрыс нұсқамен салыстырып көріңдер. Өзіңді тексер. Сендердің жауаптарың дұрыс нұсқамен сәйкес болса, мен де сендер үшін қуаныштымын. Төртінші тапсырма. Мәтінге сүйеніп, геологтердің тауды қалай зерттейтінін ата-аналарыңа өз сөздеріңмен баяндаңдар. Алдымен, сосын, одан соң, одан әрі, сөйтіп, сонымен секілді сөздерді қолданыңдар. Бесінші тапсырма. Геологке қойылатын талаптарды қазақ тіліне аударып, дәптерге жазыңдар. Бұл мамандықтың ерекшелігін айтыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Геолог мамандарға қойылатын талаптарды қазақ тіліне қатесіз, сауатты аударып жазды деп сенемін. Бұл мамандықтың ерекшелігін сендер есте сақтайды деп ойлаймын. Алтыншы тапсырма. Жағдаят. Геологиялық экспедицияға маман жинап жатырсың. Экспедицияға қатысуға тілек білдірушілермен сөйлес. Палеологте тақырып бойынша алған білімдеріңді пайдаланыңдар. Геологке қойылатын талаптарды қамтыңдар. Сұхбатта танысып қояйық. Танысқаныма қуаныштымын. Рұқсат етіңіз. Тамаша, құттықтаймын. Және тағыда басқа этикеттік сөз орамдарын қолданыңдар. Балалар, бүгінгі сабақ барысында өзің қолданған ұлттық сөз әдебіне қатысты сөз орамдарын күнделікте өмірде де қолдануды әдетке айналдыр. Сендер бүгінгі сабақта не үйрендіңдер? Мәтінді оқи отырып, идеясын түсіндірдіңдер. Мәтіндегі тірек сөздердің мағынасын анықтай отырып, диалог құрастырдыңдар. Геологке қойылатын талаптармен таныстыңдар. Тақырып бойынша алған біліміңді орынды қолдана отырып, жағдаяттық сұхбат құрастырдыңдар. Сұхбат барысында ұлттық сөз әдебіне қатысты этикеттік сөз орамдарын дұрыс қолдануды үйрендіңдер. Балалар, бүгінгі сабағымызға 4 түйін әдісі бойынша кері байланыс жасайық. Сені не қызықтырды? Саған не қиындық келтірді? Сені не таң қалдырды? Сен бүгінгі сабақтан не түйдің? Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар.